Ассалаумағалейкум. Көбек батырдың жерленген жеріне келіп жатырмыз. Енді бұған дейін Facebook әлеуметтік желісінде жариялағанмын. Бірақ жіберген жігіттер бұл Көбек батырдың қай жерде екенін айта алмады. Өйткені ол фотоны бұдан ертеректе түсірілген болса керек. Неге десеңіз, 2020 жылы Нұрлан Құлбай деген жігіт өзінің Facebook парақшасында фотосынан оқып салған екен. Комментарийларын қарадым. Шын ұрпақтары бұл жерде қай жерде екен білмейді екен. Содан сұрастырып себептерін өздерінен сұрадым, чаттарында сұрастырылды. Өздерінің себептерін WhatsApp чаттарында. Бірақ ешкім айта алмады. Осы жақын арада Аслан деген жігіт бегіс сол фотосын жіберіп тұр. Бұған дейін көптеген құлпытастар жіберіп жүр ғой. Қырда мал қарайды, жылқы қарайды. Біз барылмайтын жерлерге, біз барылмаған жерлерге барады деген сияқты кейде. Сол банаға қарасам, осы Көбектің құлпытасы екен. Көбек жалпы Беріш Себек руынан Тумадан тарайды. Тума бөлімінен. Көбек батыр Бөдене бидің інісі, тетелес інісі. Жалпы 1809 жылы қайтыс болған, хижрамен жазылған екен. 1224 жылы, яғни қазіргі Григорианға айналдырған кезде 1809 жылы қайтыс болғаны жазылған. Яғни Мұрат Мөңкеұлының өлең жолдарында да келтіріледі. Көбек жөнінде әуелден Беріш ағасы Себек еді, айналып қыдыр қонған Көбек еді, аунатып ақ киізге қан қойыпты. Байұлы бір жиында Бөдене деген Мұрат Мөңкенің жырларында кездеседі. Сонымен қатар Көбек батырдың өте бай болғандығы айтылады. 1700 жылқысы болғандығы айтылады. Сонау Индер тауларынан Жамантаудың арасындағы алқапта осы Көбек батырдың жылқылар жайылады. Сонымен қатар содан төменірек жерде Көбек көл деген бар деп делінеді. Бірақ енді ол карталардан Көбек көл деген таппадым. Көбектің әкесі Байтілеу деген қорым Махамбет ауданы 13-ші Ортақшыл ауылының тұсында Байтілеу қорымы деген бар. Ол жерде ескі құлпытастар жалпы жоқ. Бірақ белгі қойған Байтілеу ата деп. Енді Көбек батырдың құлпытасы сол жерде деп айтқаннан кейін алдында бір барып қарай едім. Ол жерде құлпытасын таппадым. Алайда ол мына жақта жатыр екен, яғни Махамбет ауданы мен Индер ауданы шекарасында, Құрылыс ауылының қыр жағында десе болады. Қыр жағында шамамен 20 км шамасы болып қалатын шығар. Яғни Беріш Себек тайпасы дейді. Көбек батыр деп жазады. Байтілеу баласы опат 98 жасында ұзақ өмір сүрген екен. 98 жасында қайтқан екен. 1224. Енді бана Нұрлан Құлбайдың Facebook парақшасында оққан астында комментарияда жылына байланысты талқылаулар болған екен. Енді соңғы екі цифр санға қатысты кішкене түсініксіз болған болар. Өйткені мына екіні былай салған, сосын 4-ті тағы да қосымша былай салады. Яғни 1224 келіп тұр. Енді 9-дың аяғына жергеден созбаған болу керек. 9, 98 жас деген сол. 1224 болу керек. Енді кейбіреулер мына жерде ғана 6 болу мүмкін. Яғни 1240 банағы 6 болу мүмкін деген екен. Жоқ, мына 6 емес, Д деген сан болу, санада, яғни 1224-ші мына сана, да деген Д әрпі. Санада деген сөз, жылында деген сөз ғой. Санада. Мына жерде аяты бар. Аятынка бұйрық па, Д тұр. Мына жерде Л бар, дәлу болу мүмкін. Дәлудің екінші күні бұл тасты қылдырды дейді. Қылдырды баласы старшина дейді. Старшын болған болып тұрға. Мына жерде Балкөт сияқты. Балкөт. Мына
егер бұзылып қалған болса балкүт болады. Астында таңбасы. Осы барлық беріштердің таңбасы осындай. Жанында тағы бір құлпытас бар, оқуға келмейді. Егер төбешік жатыр, бұл да бейіттің орны болуы мүмкін. Беріш екені жазылған, беріш руы, бірдеме тайфасы. Мына жерде 3 деген сан көріп тұрмын. Шым түсініксіз айтқанда. Көбек батырдың жерленген жері осы жер сонымен.